қазір әлеуметтік желі бар. Әлеуметтік желіде ортаны табу оңай. Контентті көру керек. Қазақи контентті бар ғой. Бізде көбісі көрмейді оны. Менің ойымша бар ғой, бізде зерттеп шыққан едік. Қазақи контент, анау адам көп қарамайды бар ғой. Менің ойым, біз қарағанда бар ғой. Үйренетін болсам сол контент болсын, өлеңдер болсын, кино болсын, соның бәрін жеу керексің бір сөзбен бар ғой. Әрі қарай анау TikTok бар, Instagram бар. Енді Instagramда осы тікелей эфир деген жоқ сияқты. Мен көрген жоқпын, бар ғой, кірген жоқпын. Бар. Бар ма? Бар. Бірақ зерттеген жоқ. Ал TikTokта қонақ ретінде бір анау топтарға кіріп, тікелей эфирлерге кіріп, сол жақта өте көп адамдар бар ғой, көмектеседі. Себебі менде сол жаққа кіріп, осындай адамдарды таптым бар ғой. Кіресің, қарайсың, қазақша сөйлеп отыр. Кіріп кетесің, әйбітпейін іздеп бар ғой, мен осындай сұрақтарым бар, мына жақта дұрыс па, осы дұрыс па. Адамдар бар ғой, сен көрген кезде, сен қалай ниетін көрсе бар ғой, олар көмектеседі саған. Ешкім жоқ деп айтамайды бар ғой. Сондықтан осы қорқынышты құрту керек.